Армысыздар ағайын. Бүгін эфирге шығуым себебі өздеріңізге мәлім, бізде түрмелерді бақылайтын қоғамдық комиссия бар. Оны көп адам білмеуі мүмкін. Ол да заңды, себебі олар жұмысын әлеуметтік желіде көрсетпейді, айтпайды. Яғни қылмыстық атқару жүйесі департаментінің жанынан құрылған қоғамдық бақылау комиссиясы туралы болмақ бүгінгі тақырып. Осы заңға сәйкес, яғни мына қылмыстық атқару жүйесі департаменті осы қылмыстық атқару жүйесі атқару туралы кодекспен жұмыс жасайды. Осы кодекстің 33-ші бабына сәйкес түрмелерді жұртшылықтың бақылауы деген біздің заңымыз бар. Жалпы бақылаудың түрі бар. Мемлекеттің бақылауы, прокурорлық қадағалау, соттың бақылауы және ведомстволық бақылау. Осы демократиялық принциптерге сәйкес біз түрмелерді жұртшылықтың бақылауы деген сол жерде заңның тармағы бар. Сол заңға сәйкес мынау ерікті азаматтардың бірлестігі, ерікті азаматтардың тобы заңға сәйкес хаттама түзіп, жиналыс жасап, 9 мүшеге дейін тұратын қоғамдық комиссия құрылған. Мынау Түркістан және Шымкент қаласы бойынша. Бірақ сол комиссияның жұмысы бүгінгі таңда мардымсыз, жұмыс жасап жатқан жоқ. Себебі менде дәлелім бар, олардың кеңсесі жоқ, тұрақты жұмыс істейтін, не әлеуметтік желіде парақшалары жоқ, халықпен сотталғандармен байланыс жасап отыратын. Оны мен өздеріне де ескерттім. Жалпы 5-6 жыл көлемінде мен осы түрмелерде бақылайтын қоғамдық комиссияның жұмысын бақылап келе жатырмын. Өзімде осы қаңтар бойынша сотталған кезімде қоғамдық комиссия жұмысының мардымсыз екенін, тек қана қағаз бойынша жұмыс жасайтынын байқадым. Осы олқылықтарды түзеу мақсатында 10 қаңтарда осы 2025 жылдың және 17 қаңтарында қылмыстық атқару жүйесі департаментіне 2 рет хат жаздым. 2 рет хат жаздым. Екеуінде де осы мынау біздің жаңадан тағайындалған қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы Жұмағұлов Сапарғалиға жеке қабылдауды сұрадым. Яғни ол жеке қабылдауда мен осы құрылған қоғамдық комиссияның төрағасымен және оның мүшелерімен кездесіп, пікір алысып, осы жаңағы олардың жұмысының мардымсыз екенін беттеріне айтып, осы белсенді азаматтарды құрамдарына тартуды мен сұрамақшы болған едім. Өкінішке орай ондай кездесу ұйымдастырылған жоқ. Себебі қылмыстық атқару жүйесі департаменті ашықтық пен жариялылықтан қашты, қорықты деп есептеймін. Енді одан кейін осы қоғамдық комиссия жетекшісі Әсет Арқабаевпен олар шықса керек, менімен жолықты келіп, ол азаматқа да айттым. 6 адамнан тұратын, кешіріңіздер, қоғамдық комиссия құрылып жұмыс жасап жатқанын айтты. Енді қалған 3 бос орынға мен қоғамдық ұйымдар тарапынан 3 адам ұсынатынымды, осы сіздермен бірге жұмыс жасайтын айтқанында ол дауысқа саламыз біз деп жаңағы бас тартты. Негізі заңға сәйкес 9 адамға жұмыс жасай беру керек. Бірақ мен ойлап отырмын, қазір қылмыстық атқару жүйесі департаменті өздері айтқаннан шықпайтын, өздерінің шылауындағы азаматтар тобынан қоғамдық комиссия құрып алып жұмыс жасап жатыр деп мен сондай болжам жасап отырмын. Себебі мен өзім мысалы қоғамдық комиссияның құрамына кірмейтінімді, бірақ осы қоғамда жүрген мынау халықтың талап тілегін, мұң-зарын айтып жүрген азаматтарды мен осы ұйымға қоғамдық комиссия қатарына қабылдауды өтінген болатынмын. Өкінішке орай олар бас тартты. Енді оны алдағы уақытта сот тәртібімен шағым жасаймыз. Бірақ бізде енді мынау заң бар ғой, енді қылмыстық атқару жүйесі жаңағы департамент осы заңмен жұмыс жасайды. Бірақ олар дайын емес екен. Енді бізде көбінесе билікте жүрген азаматтар халық
көп нәрсеге дайын емес дейді ғой. Бірақ халықтан бұрын олар өздері дайын емес. Себебі бізде халық неден қорқады? Сотталудан қорқады, түрмеге түсіп қалудан қорқады. Мысалы дамыған елдерде ол еш нәрсе емес, ол түрмеге түсу, қамалу деген, өйткені ол жерде ешкім азапталмайды, ешкімнің құқығы тапталмайды. Мынау бақытты мемлекеттің бір ерекшелігі бар. Ол көшеде қайыршы болмайды, одан кейін түрмеде жаңағы сотталғандардың жағдайы жақсы болады. Тек қана олар жаңағы туған туысқандармен кездесе алмайды, еркін жүріп тұра алмайды, бас бостандығы шектелуі мүмкін, бірақ олар ішіп жемнен, тамақтан, құқықтары мен бостандықтары жаңағы бұзылмауы тиіс. Заңда жазылған ол, өйткені демократиялық ел болғандықтан ол біздің заңымызда олардың құқықтары қорғалуы тиіс. Енді біздің елде өздеріңіз білесіздер, әлде де азаматтық қоғам әлсіз. Түрме түгілі біз қазір әкімдердің жұмысын өзін бақылап жатқанымыз шамалы. Бәрін өздері шешіп қойған, өздері білет деген сияқты көзқарастамыз. Сондықтан алдағы уақытта осы сіздердің түрмеде жатқан туыстарыңыз, бауырларыңыз болса, мен осы Түркістан Шымкент қаласы бойынша түрмелерді бақылайтын қоғамдық байқау комиссиясының төрағасының нөмірін қалдырайын. Сіздер сол нөмірге хабарласып, талап тілектеріңізді айтып, өтініштеріңізді жазып, осы түрмедегі туыстарыңыздың, басқа азаматтардың жағдайы туралы хабар алсаңыздар болады. Сол мақсатта шығып отырмын. Енді алдағы уақытта әрине біз осы белсенді азаматтарды солардың қатарына кіргізуге әрекет жасаймыз. Бірақ енді түрлі бюрократиялық кедергілер жасап жатыр. Әрине бәрін еңсеріп, заң аясында біз күресімізді жалғастыра береміз. Әрине мынау халыққа қызмет, ол әрбір азаматтың, әрбір санасы сергек, көкірегі ояу азаматтың басты міндеті, парызы. Сондықтан мынау біздің заңдарымыз әлде де жақсы, бірақ сол жақсы заңдарымыздың өзін іске асу тетіктерін бюрократиялық кедергілермен жаңағы тосқауыл жасап отыр да. Сондықтан ағайын, сергек болайық. Бүгін сол мәселені жеткізейін деп осы Facebook әлеуметтік желісіне жүктеп отырмын. Түрмедегі азаматтарымыз азапталмасын. Егер де бізде қоғамдық комиссия шындап жұмыс жасайтын болса, әрине ол жердегі азаматтар азапталмайтын еді. Мынау қылмыстық атқару кодексіне сәйкес түрмелерге кедергісіз кіре алатын өзі жаңағы арнайы белгіленген адамдардың статусы бар. Яғни бірінші қаланың әкімі, парламенттің депутаттары, прокурорлар және осы қоғамдық байқау комиссиясы бір күн бұрын ескертіп, осы өзінің аумағы бойынша түрмелерге, жабық мекемелерге кіруге құқылы. Сондықтан ағайындар, осы заңды басшылыққа алып, сіздерде осы жаңағы мен қалдырған нөмірге хабарласып, егер де жаңағы азаматтарыңыз түрмеде азапталып жатса, өтініштеріңізді қалдырсаңыздар болады. Олар сол мақсатта құрылған, жұмыс жасауы керек, жұмыс жасауын талап етіңіздер. Сол ағайындар, алдағы уақытта мына біздің түрмедегі жазықтысы бар, жазықсызы бар азаматтар, олар азапталмауы керек, өйткені заң бар. Біз 19 ғасырда емес, біз 20 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан осы заңды оқып, осы заңға сәйкес әрекет жасайық. Жақсы, рахмет, аман болыңыздар.